Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, ешқандай қуырмасыз, өте пайдалы, өзінің сөлінде, өзінің майында жасалынатын дымиляма жасайтын боламыз. Осындай күннің ыстығында газдың жанында тұрып жасауға ешқандай қажет жоқ. Барлығын қазанға салып, астын жаға салсаңыз болғаны. Өте керемет, өте дәмді, өте пайдалы тағам болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дымиляма негізінде қойдың немесе ешкінің етінен өте дәмді болып шығады. Осындай жас ешкі немесе қойдың етін дайындап аламыз. Одан кейін көкөністерімізді жуып, барлығын дайындап қоямыз. Ешқандай да сұйық май қолданбаймыз. Осылай жіңішке етіп, құйрық майды турап аламыз. Менде осындай көлем үлкендеу болғаннан 3-4 дана ғана дайындадым. Және де бір пиязымызды, кішірек пиязымызды осылай дөңгелек етіп турап алатын боламыз. Құрғақ қазанымызға ең астына пияз салатын боламыз. Ешқандай да май құймайсыздар. Бірден пиязды салып, үстінен осылай құйрық майды салатын боламыз. Құйрық май қазанның астын толығымен жауып тұру керек. Сол кезде сіздің тамағыңыздың асты күйіп, жабысып қалмайды. Үстінен етімізді саламыз, шамалы тұз және қарабіріш себеміз. Егер етіңізді осы тамаққа қолданбас бұрын, бір күн бұрын тұзбен және сарымсақпен, қарабірішпен алдын ала жағып дайындап қойсаңыз, керемет дәм болады. Мен де солай істелінгендіктен мен тұзын аз септім. Енді көкөністерімізді дайындаймыз. Осылай сәбізімізді ұзыншалап, барлығын турап аламыз. Турап алған сәбіздерімізді етіміздің үстінен біркелкі етіп қойып шығамыз. Пиязымызды тураймыз. Пиязды да қалауыңызша жартай пішінде немесе дөңгелек етіп турасаңыз болады. Өз қалауыңызша турай бересіз. Енді осылай турап алған пияздарымызды сәбізіміздің үстінен қойып шығамыз. Осы жерде шамалы тұз, қарабіріш сеуіп жүрсеңіздер де болады. Қызанақтарымызды да үлкендеу формада турап алсаңыздар болады. Мен осындай орташа формада турадым. Ұзын шалу етіп кесе салдым. Пияздарымыздың үстінен қызанақтарымызды қойып шығамыз. Бір қызыл бұрышымызды қостым. Бір қызыл бұрыш немесе екеу қоссаңыз да болады. Мен біреуін қостым және бір жасыл бұрыштан қостым. Бұрыштарымызды үлкендеу формада турап, қызанағымыздың жанынан саламыз. Үстінен тұзымызды және қалаған дәмдеуіштеріңізді сепсеңіздер болады. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка сепсеңіздер болады. Енді картоптарымызды да үлкен формада турап алатын боламыз. Осылай 2-ке немесе 4-ке бөліп тастасаңыздар болады. Енді қазанымызға картоптарымызды салып шығамыз. Үстінен осылай біркелкі етіп салып шығыңыздар. Картопымыздың үстінен тұзымызды және қара бұрышымызды сеуіп шығамыз. Сарымсақты, бір дана сарымсақты алып, осылай 2-ке бөліп аламын. Қалауыңызша бүтін күйінде де салуға болады. Мен бүтін күйінде емес, осылай 2-ке бөліп және астынан осылай шамалы кесіп тастаймын. Осылай істесеңіз дәмі көбірек шығады. Маған осылай көбірек ұнайды. Сол себепті мен осылай саламын. Үстінен қызыл осындай ашты бұрышпен жасыл ашты бұрыштан шамалы ғана салып жердім. Осы жерде қалаған дәмдеуіштеріңізді қосуға болады. Мен шамалы райхан, яғни базилик қостым. Және де шамалы зирадан салдым. Қалауыңызша лавр жапырағын, домалақ қара бұрыштарды салуға болады. Үстінен укроп және петрушкамды салып, үстінен ұрым жапырақпен жауып, жақсылап жабыңыздар осы жерде. Себебі ішіндегі бүкіл буы, көтерілген буылары, өзінің суы шығып, өзінің буылары көтеріліп, қайта астына сіңетіндей болу керек. Үстінен тұз, шамалы қара бұрыш сеуіп, бетін қақпақпен жақсылап бекітіп жауып, қазан жақсылап қызып бір қайнағанша қатты отта шамамен 10-15 минуттай ұстаймыз. Одан кейін астын басып, жай отта 1,5-2 сағат шамасында пісіріп алатын боламыз. Егер сізде жас мал болса, 1 сағатта жеткілікті болады. Өте жас мал болса, 1 сағаттың өзінде де пісіп шығатын болады. Өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай болып пісіп шықты. Мінекей көргендеріңіздей, бетінде капустасы бүкіл суларын астына жібереді. Осындай керемет болып шығады. Өзінің сөлінде, өзінің майында дәмі енді өте керемет болып шықты. Және астында байқасаңыздар, осындай суы шамалы маймен араласқан су қалады. Сол судан да құйып жерсеңіздер, өте керемет болып шығады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Осындай ыстық күнде керемет тағам, әрі тойымды, әрі өте пайдалы тағамдардың бірі. Жасалу уақытына аз ғана уақыт кететін болғандықтан, қол тимей жатқанда жасай салуға өте керемет тағам болады. Және дәмі өте керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрметті көрермендерім, менің каналым сіздер үшін кішкене де ғана болса, пайдалы болып жатқан болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, каналдың алға дамуы үшін өз үлесіңізді қосып кетуіңізді сұраймын. Сіздермен болған аралым баршаңызға рахмет.